бар екен. Ал енді мына жерде қандай белгі тұр? Өздеріне үнемі жаяу жүргіншінің белгісі екен. Ал мына жерде қандай белгі балалар? О жерге от жағуға болмайды деген белгі екен. Ал мына белгі қандай белгі? Бізде темір жолдың белгісі бар екен, балалар. Өйткені темір жолда біз үнемі осы жаңағы белгіге қарап қайтуымыз керек екен, өтуіміз керек екен. Өйткені біз темір жолдан өте қауіпті екенін қайтеміз, біледі екенбіз. Жақсы балалар, одан ары қарай қазір біз енді жаңағы топқа бөлініп алдық. Енді біз тобымыздың атын қазір табайық. Ең бірінші мен сендерге мынандай жаңағы парақ беремін. Осы парақта артық дауыссыз дыбыстарды сызып тастайсыңдар. Артық дауыссыз дыбыстарды сызып тастағаннан кейін қосарланып келген артық дауыссыз дыбыстарды сызып тастасаңдар, сонда сендердің жаңағы жол белгілерінің осы тобымыздың аты шығады екен. Жақсы. Тарата қояйын. Міне бір-бірден алып, осыны қазір қосарланып келген дауыссыз дыбыстарды сызып тастасақ, сонда осы тобымыздың аты шығады. Сендерге қандай екен? Жол белгісі деген өте тамаша. Міне жол белгісі деген жаңағы міне бізде топтың аты. Бірінші топ жаңағы тапты. Екінші топ сендерге қандай? Бағдаршам деген жаңағы бізге топтың аты қайтелген екен. Белгілі болған екен. Екінші топтың аты бағдаршам, бірінші топтың аты жол белгілері. Өте тамаша балалар. Өте тамаша. Міне жол белгісі деген жаңағы міне бізде топтың аты. Бірінші топ жаңағы тапты. Екінші топ сендерге топқа бөлініп алдық. Енді біз тобымыздың атын міне өте тамаша бағдаршам және жол белгілері. Енді қазір сабағымызды бастамас бұрын мұқият қазір мәтінді тыңдап алайық. Адамзат жолды ойлап тапқаннан бері оларға жол белгілері қажет болды. Алғашқы адамдар мұндай белгілерді қолмен жасады. Болсақ, мысалы, жол бойында тұрған ағаштың бұтақтарын сындырды, немесе жолдың екі жағын әртүрлі пішінді тастармен белгіледі. Ежелгі заманнан бері жол жиегінде тұрған ең алғашқы өлшем мен сандарды ойлап тапқан Құдай Герместің басы бейнеленген жазу пайда болғаннан кейін осы бағандарға жақын елді мекендердің атаулары да қосылды. Көлік түрлерінің саны артты, қозғалыс қиындады. Жолда жүру ережелерінің талаптары да өзгеріп қатаңдады. Елімізде алғашқы жол қозғалысы ережелері 1931 жылы Алматы қаласында қабылданды. Ал енді келесі тапсырмамыз балалар, міне жаңа өздерің мәтінді тыңдап алдыңдар. Осы мәтінде бізде жол белгілері ең алғаш немеден жасалынған екен? Ағаштан жасалған екен, одан кейін бар тастан жасалған екен. Өйткені ағаштан жасалған уақытта немене? Оны сындырып, табиғатқа немесі тиді, зияны тиіп отырған екен. Енді осы тыңдауынан кейінгі жаңағы бірінші тапсырмамыз үлкен қорапша. Міне алдында балалар үлкен қорапша. Осы үлкен қорапшаның ішіндегі қобдишаның ішінде әртүрлі жол белгілері бар екен. Осы біз жол белгілері арқылы қазір сабағымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жақсы, нейро әдісі арқылы, яғни қазір сендердің алдыларына сөз тізбегін беремін. Осы сөз тізбегінен өздеріне қарап отырып, осыдан қазір қанша сөз шығады, жол белгісіне байлы қатысты. Қазір тез жылдам таба қояйық. Болғандарымыз жаңағы қоңырауды соғамыз. Кім қанша сөз табады екен? Тізбектегі жаңағы сөздерді қаламсаппенен сызып
Табады екен, тізбектерге жаңағы сөздер береді. Міне. Қаламсақ пенен сызып. Иә, жақсы. Назым. Бағдаршам, машина, автобус, сигнал, трактор, ұшақ, зымыран, асфальт, троллейбус, солға. Өте жақсы. Солға. Алтынай болдың ба? Алтынай әлі де ойланып отыр екен, е? Жақсы, Нұрали. Бағдаршам, машина, автобус, сигнал, троллейбус, бағдаршам, машина, автобус, сигнал, трактор, ұшақ, зымыран, асфальт, троллейбус, Өте жақсы, тамаша. Әли. бағдаршам, машина, автобус, сигнал, трактор, ұшақ, зымыран, асфальт, троллейбус, солға. Өте тамаша. Есірің бар ма? Бағдаршам, машина, автобус, сигнал, трактор, ұшақ, зымыран, асфальт, троллейбус, солға. Өте жақсы. Әмір. Бағдаршам, машина, автобус, сигнал, трактор, ұшақ, зымыран, асфальт, Одан кейін солға, одан кейін жақсы бір сөзі қалыпты, е? Ал өте ғой. бағдаршам, машина, автобус, сигнал, трактор, ұшақ, зымыран, асфальт, Троллейбус және солға. Өте тамаша балалар. Міне өте жақсы, өте тамаша. Қатысуымыз керек. Әли өте жақсы сабаққа қатысып отыр. Нұрали сабаққа өте жақсы қатысып отыр. Одан кейін Ерали жаңағы сын есімдер балалар. Міне сонда жаңағы бағдаршам, машина, автобус, сигнал, трактор, одан кейін ұшақ, зымыран, асфальт, троллейбус, солға. Міне осындай жаңағы сөздер шыққан екен. Өте тамаша балалар. Міне тапсырманы жақсы орындап отырсыңдар. Енді келесі тапсырмада біз жаңа тыңдалымда тие адамдар өздерінің жолдарын табу үшін, адасып кетпес үшін бізде қайтты ағаштардың сынықтарын немесе тоғайларды сындырып белгі қоя бастаған екен. Енді бізде келесі тапсырмамыз балалар. Сәйкестендіру әдісі арқылы қазір тапсырма орындаймыз. Міне тақтада өздерінде ағаштың жаңағы бұтағы тұр. Енді осы ағаштың бұтағында мына жерде жол белгілері тұр. Ал екіншісінде осы жаңағы сәйкестендіру арқылы мына мәніне мына жол белгілерін сәйкестендіріп қоямыз. Әр топтан шығып. Енді сендерді бүгін сабақта бағалап отырамын. Міне мына жерде сендерде 6 ұпай, 7 ұпай, 8, 9, 10 ұпай. Яғни бүгінгі сабаққа қатысуларында осы бағамдар арқылы бағалаймыз. Енді бүгін сабаққа барлықтарын жаңағы өте үлкен жақсы бір көлікпен келсіңдер. Осы көлікпен келіп, біз қазір көлікпенен өзімізді бағалап өтеміз. Өте жақсы. Бірінші жол белгі тобынан кім шығады? Екінші топтан жақсы. Жақсы, кезекпе-кезек шығып, сәйкестендіреміз. Тамаша. Жақсы. Әркім өзінің ұнатқан жаңағы жол белгісін алып қойып жатыр. Өте тамаша. Жақсы. Сұңғат. Өте тамаша. Бағдаршамнан 2 белгі қалды. Жол белгісінен де 2 белгі қалған екен. Жақсы, өте тамаша. Автокөлікті қозғалуға тыйым салынған. Тамаша. Алтынай.
Өте тамаша. Жақсы балалар. Енді қазір осы сәйкестендіргеніміз дұрыс па екен? Бақылап шығайық, иә? Бірінші, бізде бағдаршам тұраққа рұқсат. Өте тамаша, жақсы. Иә? Оңға бұрылу дейді. Иә, өте тамаша. Қауіпті аймақ. Қауіпті аймақта бізде жаңағы алтынай қойып кетті, иә? Бірақ алдында тағы да біз қайткен екенбіз, қауіпті аймаққа екінші белгіні қойып кеткен екенбіз, иә? Бұл жаңағы кіруге тыйым салынады, иә? Бұл кіруге тыйым салынады. Бізде бағдаршам жаңағы тобында бір жаңағы қате шығып тұр, иә? Одан кейін жаяу жүргізушілер автокөлікке тыйым салынады. Өте жақсы, тамаша. Екінші, жол белгісі бағыты бойынша кіруге рұқсат тыйым салынады, тұраққа рұқсат, қауіпті аймақ, оңға бұрылу, жаяу жүргінші және біздегі автокөлікке тыйым салынады. Өте тамаша. Бізде жол белгісі өте тамаша орындап шықты. Өте жақсы балалар. Енді келесі қызыл, сабырлы, ауыр, мейірімді, сабырлы, мейірімді, батыл, ақылды, мейірімді, сабырлы, ұмықты, батыл, үлкен, кіші, мейірімді, ашулы, сары, қызыл, жасыл, қысқа, ұзын, болған дұрыс, қоңырауыңызға суға болған. Жақсы, бағдаршам толы болыпты. Екінші иә, даусымыз біріміз еститіндей, жаңағы айтып отырған, кіші, сабырлы, жазынды, ауыр, жазынды, ауыр, мейірімді, үлкен, ұқыпты, кішкентай, үлкен,
Korkak. Akıllı, cesur. Aha. Salmaқты. Zor. Gen, wakil, aslı, casıl, kara, damar, sarı, acemi, kurdu, korkak. Forsaklanıp gelin, dağılsız mıstardı siz tastasa. Жақсы балалар, міне сырым болдым деп отыр, сырымды қазір тексеріп жіберейік. Жақсы, қазір міне сырымның жаңағы белгілеген тапсырмасы өте жақсы, дұрыс орындаған екен. Ешқандай да қате жоқ. Жақсы. Келесі. О, Хадиджа. Хадиджада бізде екі жаңағы неме жіберген? Қателік жіберген екен, иә? Екеуі жаңағы біз қайтуымыз керек. Сын есімді қайтадан қайталауымыз қажет, иә? Хадиджа, өте жақсы. Әлидікі өте дұрыс. Тамаша. О, бере ғой. Әмірге біз бір-ақ рет сызамыз едік, е? Біз бірнеше рет жаңағы орнынан сызып қойған екеуміз. Бірақ қанша сызсаң да, бірақ сенен бізде бір қате шығып тұр екен, е? Біреу ғана үйде қайталаймыз. Өте жақсы. Сұңғатта да жаңағы ет, біреу соңғы жаңағы біздегі қате жіберіп кетті. Ол белгілемей қапсын. Көлемін білдіреді деген. Көлемін білдіреді. Қай сөзден көлемін білдіреді екен? Мұқият бір оқып жүр, қайтадан белгілейміз. Назымдықты. Назымдықының бәрі дұрыс екен, тамаша. Ерәли. Ерәлидікі де барлығы дұрыс екен, тамаша. Бекжан. Бекжанда да біреу белгіленбей қалғаны. Біреу белгіленбей қапты. Негізгі сын есімдер қалай жасалушы еді? Негізгі сын есімдер. Иә, түбір күйінде жасалынады екен, негізгі сын есімдер. Алтынайда да жаңағы барлығы белгіленген, бірақ Алтынай сен дұрыс белгілегеніңді неге қайтадан өшіріп тастағансың? Міне мына жерде дұрыс белгілегендері шығып тұр, бірақ оны өшіріп тастапсың. Бұл әлі де өзіңе сенімсіздікті білдіріп тұр, біз қайтеміз, оны қайтадан өзіміз тиянақтаймыз. Нұрәлиде де жаңағы бір бағамды екі рет қайталап жазып қойған екенсің. Сын есімнің жаңағы сұрақтары бізде енгене, сын есімнің сұрақтары жаңа қайталап айттық, сұрақтар. Сұрақтар қандай қайтеген сұрақтарға жауап береді, осыны Нұрәли біз қайтеміз есімізге сақтаймыз. Жақсы балалардың өте тамаша сын есімді белгілегендері көрініп тұр. Ал біраз кішкене өздерінің қателескендерін қайтеміз үйде әлі де қайталаймыз, балалар. Жақсы. Енді келесі тапсырмамыз балалар, қатеге кірде түзет әдісі. Бұл қатеге кірде түзет әдісі сендерге қазір мәтін беріледі. Осы мәтінді қазір мұқият оқып отырып, бірақ бұл мәтіннің ішінде қате сөздер бар ішінде. Осы қате сөздерді қазір біз түзейміз. Үстінен сызамыз, не болмаса, мына қате бар сөздердің астын сызып шығамыз. Жол белгілеріне басқа мәтін, жол белгілеріне
басқа мәтін беріледі. Міне, ала ғой, жақсы. Екінші жаңағы бағдаршам белгісіне басқа мәтін беріледі. Әріптердің үстін сызып, қатесін түземіз. Не болмаса сол қате кеткен сөздердің астын сызамыз, балалар. Мұқият бірінші мәтінді оқып аламыз. Тапсырманы орындай қояйық. Сырым, Хадижа, одан кейін жаңағы Әли, үшеуінің жаңағы қателері өте дұрыс табылған. Бірінші бағдаршам тобы орындап болса, назым оқиды. Жаяу жүргіншілер көлік деген жері қате, жүректен бүлікті қате. Жаяу жүргіншілерге арналған оның ішінде жерасты және жерүсті өтпелерінен ал олар болмаса көше қиылыстарының тротуарлары сол қате. Мен жол жақалауы деген қате, сызығы бойымен кесіп өтуге деген қате, тиіс деген. Өте жақсы, өте жақсы. Өте жақсы. Келесі Ерали. Жаяу жүргіншілер көлік деген қате, жүретін бүлік деген қате. Жаяу жүргіншілер арналған оның ішінде жерасты және жерүсті өтпелері ал олар болмаса көше қиылыстары, тротуарлар деген қате. Мен жол жақалауы деген қате, сызығы бойымен кесіп өтуі деген қате. Өте тамаша, өте тамаша. Бекжанда да осы жаңағы қателер белгіленген екен. Алтынай, сенікін қарап өтеге. Алтынайда жаңа біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Өте жақсы. Нұралиде біреу, екеу. Жаяу жүргінші, жаяу дегенде қате бар ма? Қате жоқ. Бір, екеу, оларды болмаса, болмаса дегенде көше дегенде де қате жоқ. Мұқият қарауымыз керек еді, жағалау. Сонда сен үш қатесін ғана белгілеп тапқан екенсің, Нұрали. Дұрыстап мұқият оқимыз. Келесі, Күлік деген қате, сосын өтуге үлгермеген, қарсы білетін деген қате. Жақсы, сен 5 қате шығарған кез. Мәтінді толғы оқып отырып, қане айтайықшы, Хадижа. Жүретін бөлікке шыққан кейін жаяу жүргіншілер жол үстінде кідірмеуі немесе аялдамауы тиіс, жолды кесіп өтуге деген. Жақсы. Қарама-қарсы. Жаяу жүргіншілер қарама-қарсы деген. Жақсы, өте тамаша, өте жақсы. Өте жақсы. Біреу, екеу, үшеу, үшеу. Әмір. Көлік деген қате, өтуге деген қате, үлгермеуге деген қате. Үшеу. Кім Әмір? Кім Әли? Көлік жүретін деген жерде көлік деген де қате, шыққаннан кейін жаяу жүргінші жол үстінде кідірмеуі немесе аялдамауы тиіс, жолды кесіп өтуге деген қате, ол өтуге болады. Жақсы, өте жақсы балалар. Енді қазір міне тақтадан біз өзіміздің қазір қатемізді қарап шығады. Міне бірінші топтықы көлік дегенде қате бар екен, бөлік деген екінші сөзде қате бар екен, одан жақалау, тротуар, одан кейін өтуі дегенде бізде назымда, Ералиде және Бекжанда өте жақсы орындалған. Одан кейін екінші топтағы кім?
Сырым, Хадижа, одан кейін жаңағы Әли, үшеуінің жаңағы қателері өте дұрыс табылған екен. Қалғанымыз әлі де жаңағы мәтінді мұқият оқуымыз қажет. Енді мен келесі әрі жаңағы бағаласам осы тапсырма бойынша, яғни кімдікі, әмірдікі әлі 7-де бізде әлі де жаңағы жұмыс жасаймыз. Одан кейін Сұңғат жұмыс жасау керек. Мен жаңағы Әлиді алдыға шығарамын. Одан кейін Ерәлиді алдыға шығарамын. Одан кейін Сырымды, одан кейін Назым менен Хадижаны алдыға шығарамыз. Міне Назым менен Хадижа бізде алдыға жылжып келе жатыр. Балалар, біз қалмауымыз керек. Тапсырманы әлі де мұқият орындауымыз қажет екен. Енді келесі тапсырмамызда, балалар, келесі тапсырмамыз бізде антимагнит әдісі арқылы. Антимагнит әдісі дегеніміз, мына алдыларына қазір жол белгілеріне қатысты және жол белгілеріне қатысы жоқ белгілер бар. Енді осыны қазір топтасып отырып, жол белгілері қатысы бар белгілерді бір бөлек, жол белгілері қатысы жоқ белгілерді бір бөлек аламыз да, енді осында қазір жол белгісіне неге қатысы жоқ? Осыны қазір дәлелдеп айтамыз. Бірінші топ, екінші топ. Мұқият жаңағы бөліп алайық. Барлығымыз орындаймыз. Жақсы. Бірінші бағдаршам болды. Қазір ортаға шығып, тапсырманы айтып береміз, балалар. Бірақ алайық. Қайсын басасың? Қолында тұрған суреттер бұлар жол белгілеріне жатпайды. Себебі бұлар жаңағы мысалы гүл ол жерде өсіп тұрады, ешкімге кедергісі жоқ. Ал тау ешкісі болса бұл тауда ғана жүреді. Ал жаңағы мынауда тау ешкінің бір түріне жатады. Бұл да сол тау жақтарда маңайларда жүреді. Бұл жол ережелеріне жатпайды. Жақсы. Алтынай, сенің қолындағы? Бұл үй жануары, бұл жатпайды. Үй жануары, бұл да жағы жол белгісіне жатпайды. Өте тамаша. Бекжан? Бұл жаяу жүргінші жолы. Жаяу жүргіншілердің қалаларда, ауылдың ішінде. Өте тамаша. Нұрали? Бұл түлкі орманда жүреді. Түлкі орманда жүреді екен, бұл жол жаңағы белгісіне жатпайды. Өте тамаша. Мен қолындағы белгілер бұл жол ережесіне жатады. Біз қалаға бартқанда бұл жол белгілерін кездестіріп қалуымыз мүмкін. Жол белгілерін кездестіріп отырамыз. Тағы қолындағы бұл ауылда кездесетін жануарлар бұл жол белгілеріне жатады. Бұл жол белгілеріне қазіргі уақытта біз ескерту белгісіне қайтып жүрміз. Ескерту белгісіне жатады. Ал мына қолдарындағы жол белгісіне жатпайтын кейбір белгілер, ол немене екен? Олар қызыл кітаптағы жаңағы белгілер екен, қызыл кітапта енгізген жаңағы гүлдер менен жан-жануарлар екен. Өте жақсы. Отырамыз. Келесі топ. Тамаша. Қайсымыз бастаймыз? Бұл менің қолымдағы бұл жол белгілері. Онда біз трассаға жолға шыққан кезде осы белгілер көп кездеседі, және де тағы да басқа жерлерде кездеседі. Тамаша. Ал менің қолымдағы бұл жолда жүрмейтін белгілер. Қойылмайтын белгілер. Жол белгілер. Жақсы. Марғау үй жануары сосын жол белгісін жатпайды екен, олар далада көбінесе үйлерінде жүреді. Көбінесе үйде болады екен, мысықтар, марғаулар. Жақсы. Қолдағы жол белгісіне жатады. Ол велосипедпен жүретін жол. Ал бұл стоп деген белгі. Ал бұл хайуанаттар бар деген белгі. Мына жерде хайуанаттар бар деген белгі. Өте жақсы. Гүл жолын ішетін жүреді. Сұңғатта гүл белгісі бар екен. Бірақ ол жол белгісіне жатпайды дейді. Өйткені гүл
қайтеді жолдың шетінде өсіп тұрады екен. Және бұл қызыл кітапқа енген белгі екен, көліктің белгісі. Жақсы балалар, өте тамаша орындадыңдар, өте жақсы орныңызға отырамыз. Міне жаңағы бізде жол белгісіне және жол белгісіне жатпайтын белгілер екен. Енді келесі сабағымызды қорытындылай келе, екінші топтан Ерали келе ғой. Мен жылдам оқимын, сонда сөздерді бағамдап тұрасың. Жаман, халам, құлақ, қарындаш, суық, қара, жүгері, бидай, күлгін, күлді. Бізде күлгін дегенде жаңағы қадамдамады, жақсы. Неге? Мәліге жете алмады. Келесі. Тар, 20, 100, жапалақ, сабырлы, ашулы, ұқыпты, қорқақ, жаман, құлақ, қарындаш, суық. Жақсы, өте тамаша. Назым келе ғой. Ақ жүгірді, құлады, күлді, кітап, қызыл, кең, жалын, жапырақ, ақылды, еңбекқор, батыл. Өте жақсы, тамаша. Келе ғой, Хадиша. Қара, жүгері, бидай, күлді, күлгін, тар, 20, 100. Бізде тар, одан кейін күлгін деген бізде сіңесің, Хадиша, жақсы. Күлгін дегенді басқа да естіп. Бейжан келе ғой, Бейжан шықсыңыз. Жалын, жапырақ, ақылды, еңбекқор, батыл, кең, қағаз, жалын. Бізде де жаңағы кең, қағаз, кең деген сөзде қайтты. Бейжан бізде жүрмей қалды. Міне балалар, өте жақсы, тамаша. Енді бізде қазір сабағымызды қорытындылай келе, өздеріңді бір соңғы бағалап өтейін, жаңағы не бойынша. Бізде әмір 8 ұпай, Сұңғат 7 ұпай, Әли 9 ұпай, Нұрали 8 ұпай, Ерали 9 ұпай, Сырым 9 ұпай, Алтынай 7 ұпай, Хадиджа 9, Бекжан 9, және Назым 9. Міне балалар, өздерінің бүгінгі алған бағалары өте тамаша. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, өздерінің алдыларындағы бағдаршам бойынша қазір бүгінгі сабақты қорытындылайық. Жақсы, өте жақсы, тамаша. Міне балалар, біз жаңағы тыңдауында ең алғаш біз міне ағашты қайттық. Ағашты белгісі ретінде есептерге, одан кейін бізде тас қоя бастады деді. Одан кейін тастан кейін осы тасты қойғаннан кейін адамдар үнемі жаңағы қателесе береді екен. Баратын жерлеріне бара алмай қалады екен. Міне сол кезде әр аймақтағы атақты адамдардың бас мүсінін қоя бастаған екен. Мысалы, сен қай аймаққа бара жатсың, сол аймақтағы атақты адамның бас мүсінін көріп, сол жаңағы өзіңнің межелі жеріне бара алады екенсің. Одан кейін жазу шыға бастағаннан кейін сол ауылдардың аттарының, аймақтың аттарының, қалалардың аттарын қайтты жазуменен белгі ретінде қоя бастаған екен. Одан кейін бар, бізде ең алғаш екі көзді бағдаршам пайда болды. Екі көзді бағдаршам пайда болғаннан кейін де, бірақ машинаның саны, көліктің саны көбейе бастағаннан кейін, бізде апатты жағдайлар көбейе бастағаннан кейін, бізде 3 көзді қайткен екен бағдаршам пайда болған екен. Міне өздерінің алдыларында тұрған жаңағы әр белгілерменен мына көліктерді біз жүре отырып, жол белгілерін біле отырып, біз өзіміздің Хасенұлы мектебіне келген екенбіз. Міне осы Хасенұлы мектебіне біз білімімізді одан ары қарай да толықтырамыз. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, үйге тапсырма. Үйге келесі сабақта көлік түрлері, яғни көлік түрлері болғанда әр жаңағы көлік түрлерінің
маркаларын біліп келейік. Одан кейін қай жерлерде шығарылатын жаңа көлік түрлерін біліп келейік. Одан кейін сонымен қатар зерттеу жұмысын, көліктің атауларын, қандай көліктің атаулары бар екенін үйде біз бақылап, бағамдап келеміз. Сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарына өте үлкен рахмет. Жақсы демаламыз.